Трансплантация дегеніміз қан құю ғой, былай қарағанда. Миллиардтаған клетка 7-8 сағатта жаңарып отырады. Сүйек кемігі ол жалпақ сүйектерде орналасқан. Ересек адамдарға жылына 300 трансплантация қажет, балаларға 100 трансплантация қажет. Амансыздар ма қымбатты денсаулық YouTube каналының көрермендері, бүгін қонаққа келген дәрігермен сіздерді таныстырайын. Медицина ғылымдарының кандидаты, гематолог дәрігер Аягүл Маратқызы. Қош келдіңіз. Аягүл Маратқызы біздің көрермендердің енді жалпы жұрт білетін педиатр, терапевт, кардиолог деген дәрігерлерді қандай ағзаны емдейтінін білеміз. Бірақ гематолог деген дәрігер нені емдейтінін кейбіреулері білмеуі мүмкін. Әуелі осы сұрақтан бастайық. Гематолог дәрігер дегеніміз кім? Сәлеметсіз бе, Гүлжазира ханым, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Гематолог дегеніміз бұл маман, қанның ауруларын қарайтын маман. Қанның әртүрлі аурулары бар. Қанастық дейміз, анемияларда, темір тапшылықты анемия ең жиі кездесетін, оны көпшілік біледі. Одан кейін қанның ұю жүйесінің әртүрлі өзгерістер болуы мүмкін. Қан немесе қою, тромбоз түзуге әкеледі, немесе сұйық қаны ұйымай қалады, қан кетіп қалады. Көп міне осындай жағдайлар болуы мүмкін. Міне осыларды диагностикалап емдейді. Және үшінші үлкен сала бұл қанның ісіктік аурулары, онкогематология деп атаймыз. Ақ қан лейкемия деп жатады. Міне осының әртүрлі түрлері болады. Жедел лейкоз, созылмалы лейкоз деген міне осыларды қарайтын, тексеретін, емдейтін мамандарды гематолог деп атаймыз. Сіздің бұл салада жүргеніңізге қанша жыл болды? 2003 жылдан бастап 21 жыл болды. 21 жыл зу етіп өте шықты дейсіз ғой. 21 жылда гематология саласы өте мықты дамыды. Біз енді жаңағы жұмыс жасап бастаған кезбен қазіргі кезді салыстырғанда өте жақсы дамыған. Диагностика жағынан да, емдеу жағынан да қазір мысалы таргетті емдейміз, жаңағы молекулалық деңгейдегі емді, және сүйек кемігінің трансплантациясы дейміз, оны жасалып жатқаны соңғы 10 жылдан асты. Өте керемет енді дамып жатыр. Сондықтан мамандардың білімді болғаны ол да маңызды. Сондықтан маман гематолог дәрігерлер дайындау мәселесі де мықты қолға алынып жатыр. Сіз өзіңіз сабақ бересіз? Иә, беремін. Медициналық университетте, иә? Иә, осы Астана қаласының медициналық университетінде ішкі аурулар кафедрасында доцентпін. Медицина ғылымдарының кандидаттығын сонау 2011 жылы қорғағандымын. Және жаңағы айтқан ұлттық ғылыми онкология орталығында дәрігер, гематолог мамандығы ретінде қызмет атқарамын. Сол жерде науқастарға кеңес жасаймын, жүргіземін. Мына онкологиялық орталықта балаларды емдейсіз, университетте болашақ дәрігерлерді дайындайсыз. Бір адамның өзі біздің медицина саласына біраз үлес қосып жатыр деп айтсақ, артық айтпағанымыз. Енді сіздің тәжірибеңізде, бұған дейінгі сұхбаттарыңызда жүректі тебірентетін, ойландыратын дүниелердің бірі, ол әрине балалардың қан ауруына, онкологиялық ауруларға ұшыраған балалардың жағдайы, оларға көмек көрсетудің ең оңтайлы жолы. Сау адамдар көмектесе алады екен. Осы тақырыпта әңгіме қозғау үшін сізді шақырған едім. Жалпы орысша айтқанда донор костного мозга дейміз, қазақша сүйек кемігінің доноры. Осы костный мозг дейміз, сүйек кемігінің доноры болу үшін не істейміз? Сүйекті кесіп аламыз ба? Бұл қиын процедура ма? Біз балаларға қалай көмектесе аламыз? Біріншіден жаңағы мен айтқан ұлттық ғылыми онкология орталығы бұл үлкен ересек адамдардікі. Онкогематология ересек адамдардікі. Ал балаларды емдейді ол жаңағы ана мен бала орталығында. Ол жерде де онкогематология бөлімшесі бар. Сүйек кемігінің трансплантациясы соңғы
жаңағы жоғары высокоспециализированный жоғары мамандандырылған көмектің бірі болып есептеледі. Ол балаларға да жасалады, ана мен бала орталығында, және мен айтып отырған орталықта да жасалады Қазақстан бойынша. Және үшінші орталық Алматыда жаңағы ғылыми орталық бар, педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында жасалады. Міне осы жерлерде жасалады сүйек кемігінің трансплантациясы. Қазақстан бойынша осы үш жерде. Үш жерде, және Казниор, яғни ғылыми онкологиялық зерттеу орталығы Алматыда 4-ші. Ол жерде ересек адамдарға аутотрансплантация жасалады. Өзі трансплантация, сүйек кемігінің трансплантациясы, сүйек кемегі деген не? Міне содан бастайық. Костный мозг дегеннің өзін түсінбей қалуымыз. Мидан ала ма, қайдан алып жатыр деп. Жаңағы спинной мозг деген бар, орысша, қазақша жұлын деп айтады. Көбісі жаңағы пункция жасаймыз десе, сол жұлыннан пункция жасайды деп ойлап, қорқып, жаңағы қарсы болып, жоқ, жасатпаймын, олан мүгедек болып қалады деп, сондай қорқыныш болады. Нервста тиіп кетсе болды деп айтып жатырмыз. Ол сонымен шатастырады көбісі, көп адамдар. Ол жұлынға тиіспейді. Сүйек кемігі деген қан жасайтын мүше. Қанның жасушаларын жасайды. Эритроцит, лейкоцит, тромбоцитті сүйек кемігінде жасайды. Сүйек кемігі ол жалпақ сүйектерде орналасқан. Бұл жамбас сүйектері, төс сүйегі, қабырғалар деп айтамыз. Міне осы сүйектерде қанның жасушалары жасалады. Иә, сондықтан зерттеу... Біз қан тамырдың ішінде өзімен өзі жүреді деп ойлаймыз ғой. Ол сол мүшелер сүйектерде жасалады да, қанға шығады. Сосын қанда циркуляцияда жүріп, өзі уақыты келгенде өлетіні өлет, жұмыс істеп қолданылады деген сияқты. Ол үнемі жаңарып отырады. Мысалы, бізде нейтрофил деген аққан түйіршіктен бір түрі бар, ол 7-8 сағат қана өмір сүреді. Бар болғаны, сол уақытта өзінің жұмысын атқарып, сосын кейін жойылады. Сондықтан сүйек кемігі, оның саны 2-5,5 10-ның 9 дәрежесінде литр. Яғни 10-ның 9 дәрежесі деген 10-нан кейін 9-0 деген сөз. Миллиардтаған клетка 7-8 сағатта жаңарып отырады. Көрдіңіз бе, қалай сүйек кемігі жұмыс жасайды? Әлгі керемет бір алып зауыт сияқты күн үстіне жұмыс жасап. Сүйектерді аяп жатырмын мен. Бізге білінбейді ол бірақ. Ол бізге білінбейді. Жүрек те солай жасайды ғой, өмір бойы бір тынбай соғып тұрады. Сол сияқты біздегі ағза барлық мүшелер солай жұмыс жасайды адамға. Ал біз ойымызға не келеді, соны істейміз. Газировка ішеміз, кофе ішеміз, жаңағы әртүрлі фастфуд жейміз деген сияқты солай. Біз не жеп, не ішеміз, біздің жасушаларымыз содан тұрады. Енді жаңағы сүйек кемігін зерттеген кезде, жаңағы жалпақ сүйекті әсіресе көбінесе жамбас сүйектен алады. Жамбас сүйектен, то есть жұлыннан емес, жамбас сүйектен. Сүйекті кесіп алмайды. Екі түрі болады. Сүйек кемігін тексеретін біріншісі пункция дейміз, яғни сүйек кемігін сорып алады шприцпен. 0,3-0,5 миллилитр жеткілікті. Ол бір әдісі зерттейтін. Наркоз салып па, жоқ па? Жоқ, жергілікті лидокаин немесе новокаин салып алынады. Ешқандай ол зерттеу әдісінен әрине кішкене ауырсынады, сондықтан алдын ала жансыздандырып алады да, соны жасайды. Екінші әдісі трепанобиопсия дейді, биопсиялық зерттеу әдісі. Ол кішкене ауырсыну көбірек болады. Ол кәдімгі жамбас сүйектен кішкене сүйек кемігінің кусочкін алады. Оны тоже жаңағы инемен алады. Инемен. То есть кәдімгідей ойып алмайды жаңағы пышақпен кесіп, ашып, олай алынбайды. Инемен бұрап, бір столбик дейміз ғой, мындай алынады, бір 2-3 сантиметр болды. Оның да кері ешқандай әсер жоқ, орны ауырсынады әрине, сосын 1-2 күнде ол басылып кетеді. Бұл диагноз қою үшін қажетті зерттеу әдістері. Ол әсіресе онкогематологиялық ауруларда қолданылады. Ал енді сүйек кемігінің трансплантациясына келетін болса, ол сүйек кемігінің трансплантациясының түрлері болады. Аутотрансплантация, ауто деген өзінің жасушаларын өзіне құю.
Ал аллогенді трансплантация деген болады, ол донордан алады. Бізде мысалы жедел лейкоз диагнозы қойылса, балаларда бұл ауру химиотерапиямен жақсы нәтиже береді. 80% жағдайда балалар жазылады. Жазылып кетеді. Химиотерапия өте жақсы нәтиже береді. Кейде осы жедел лейкоз ол қайтып келеді, рецидив болады. Міне сол кезде қажетті емдеудің әдістерінің бірі осы сүйек кемігін трансплантациясы. Бірінші кезекте донорды туған туысқандардың ішінен істейміз. Бұл бір әке бір анадан туған бауырлары, ағасы, қарындасы деген сияқты немесе сіңілісі болады. Бір әке бір шешеден туу қажеттілігі ол 100% сәйкес болу керек. HLA дейміз, яғни генетикалық коды 100% сәйкес болса, сол кезде аллогенді трансплантация жасалады. Ол әр семьяда әртүрлі болады. Мысалы, бізде бір жағдай болды, 8 бауырлары болды жаңағы жігіттің, бірақ ешқайсысы 100% сәйкес келген жоқ. Неге? Солай генетикалық қалай коды түзілді, солай адам өмір сүреді. Кейде болады, бір ғана жаңағы ағасы болады, сол 100% сәйкес келіп қалады. Сондықтан бізге жаңағындай диагнозбен түскен науқасқа барлық жаңағы туған бауырларын барлығына HLA типтеу жасаймыз. HLA бойынша сәйкестігін анықтаймыз. Егер де 100% сәйкес донор бар болса, бұл өте жақсы, сол кісіні әрі қарай алып жаңағы донор болуға іс-шара жасаймыз. Егер де туған туысқандарының арасында 100% сәйкес донор анықталмаса, онда келесі қадам ол бізде қан орталығында донорлардың банкі бар. Сүйек кемігінің донорлары. Ол жерде бүгінгі күні 11 мыңдай донор бар. Бұл көбінесе осы 10 жылдан астам 2010 жылы бірінші рет жасалды трансплантация. Міне содан бері 13-14 жыл болды. Осы аралықта жаңағы туысқандарының сол оқиғаға бетпе-бет келгендер, түсінетін, хабардар бар адамдар болды ғой. Сол кісілердің жинақталған осындай қор. Және бұл өте аз деп есептеледі. Өйткені бізде есепте тұрғандардың саны қанша? Есептерде ол санды нақты айта алмаймын. Себебі ол тез жасалу керек шаруа. Ол ұзақ күтіп, 2 жыл, 3 жыл күтіп жүруге келмейді. Өйткені ауру рецидив беріп тұрса, оны уақытында жаңа трансплантация жасамаса, ол кейін летальды жағдайға келуі мүмкін. Аяғы жаман аяқталуы мүмкін. Сондықтан дәл осы кезде осынша деп айта алмаймын. Бұлай негізгі статистикаға келсек, бізде Қазақстандағы тұрғылықты адамдар қазіргі күні 19 миллион деп жатырмыз ғой. Соған есептеген кезде ересек адамдарға жылына 300 трансплантация қажет, балаларға 100 трансплантация қажет. Бұл примерный расчет. Орта көрсеткіш қой. Орта көрсеткіш әлемдегі статистикаға сәйкестендіріліп алған. Ал бүгінгі күні бізде ересек адамдарға осы 2023 жылы 75 трансплантация жасалды. Балаларға 50-дің маңайында, яғни жетіспейді. Бұл трансплантация туралы неге сұрап жатыр, оның бізге қандай қатысы бар деуіңіз мүмкін, бірақ осындай донорға қажет балалар болсын, ересектер болсын, Аягүл ханымның бір сұхбатында естігем, егер біздің елімізде табылмаса, онда әлемдік банктен көмек сұраймыз екен. Бірақ әлемдік банктегі донорлардың гені, коды, жаңағы дүниелері біздің азиаттықтарға, қазақтарға сәйкес келмейді дедіңіз, иә? Осыны түсіндірейік. Сондықтан да мен осы тақырыпты көтеріп отырмын. Бәлкім бізді көрген 1000 адамның біреуі, 100 адамның біреуі, ай, осы өз бауырларыма көмектесейін, менің бір көмегім бір адамды құтқарар деген ой туындаса екен дегенім ғой.
Иә, бұл өте маңызды ақпарат. Өйткені мысалы славяндықтардың ашилья коды өзгеше, қазақтардың ашилья коды басқаша, ана европейцтардікі өзгеше болады. Бізде жаңағы айтып отырмын, 11 мыңдай жаңағы донор бар бізде тізімде. Бұл өте аз. Бүгінгі күні осы 10 жылдан астам уақыттың ішінде 11 адам туыс емес донор болды. Сәйкес келді, Да. Сол Жаңағы сол донорлардың тізімінен. 11 адам, оның үшеуі ресейлік азаматтарға сәйкес келді, қалған жетеуі қазақстандық. Оның екеуі ересек адамдардың ішінде. Мыңнан бірі сәйкес келіп тұр ғой сонда, иә? Солай. Енді бізде көбісі жаңағы 75 трансплантация жасалды ғой ересек адамдарға. Соның барлығы осы 2023 жылы туыс донорлар болып тұр. Трансплантация дегеніміз қан құю ғой, былай қарағанда. Қан болғанда сүйек кемігінде бізде ең бірінші дың жасушасы болады. Стволовая клетка дейді орысша. Сол родоначальница дейміз еще. Жаңағы ең негізгі бір жасуша болады, дың жасуша. Сол дың жасуша жіктеліп, бір жасушадан бізде 8 түрлі жасуша шығады. Жаңағы эритроцит, тромбоцит, моноцит, базофил, эозинофил, нейтрофил, лимфоцит деген осы 8 жасуша өсіп шығады. Ол 8 жасушаның қызметі әртүрлі. Эритроцит оттегін тасымалдайды, нейтрофил бактерияларды жояды, лимфоцит иммунитетке жауап береді, антидене түзеді, тромбоцит қанды ұюына қатысады. Міне осындай өзінің әр жасушаның әртүрлі қызметі бар, түрлері де өзгеше, размерлері де өзгеше. Сол бір жасушадан шығады. Өте қандай сондай бір теория да. Тамыры діңі деген. Иә. Енді трансплантация жасаған кезде тағы да адамдар ойлайды, бұл деген операция деп. Бұл операция емес. Жаңағы донордан сол дың жасушаларды жинап алады. Қажетті мөлшерде. Содан кейін соны реципиентке, науқас адамға қан құйған сияқты құйып береді. Болды. Сосын қанша уақытта жазылып кетеді? Келесі біздің асыға күтетін қорытындымыз ол жаңағы дың жасушаның сіңуі, приживление деп айтылады. Орысша, қазақша осы сөзге ешқандай балама табамадым. Приживление. Яғни дың жасуша науқас адамның сүйек кемігіне барып, сол жерде ол орналасу керек. Ол орналасқансын жаңағы клеткаларға дейін жіктелу керек. Міне осы уақытқа 2, 3, 4 апта уақыт керек. Оны сіздер анализ тапсыру арқылы бақылап отырасыз? Бақылап, науқасты жаңағы стерильді, таза палатада күтіп жүреміз. Оған дейін науқасқа өте жоғары дозада химиотерапия жасалады. Оның мақсаты жаңағы ісіктік клеткаларды, бластық жасуша дейміз, соларды жою. Бластық жасушалар жойылғанда жаңағы цитостатикалық химия препараттардың әсерінен қалыпты жасушалар түгел жойылып кетеді. Сонда науқастың сүйек кемігі босап қалады. Бос. Сол бос тұрған сүйек кемігіне тамыр арқылы сау адамның дың жасушаларын құямыз. Қан құйған сияқты. Ол сосын дың жасушалар сүйек кемігіне келеді де орналасады. Орналасып жаңағы клеткаларға дейін жіктеліп, ең бірінші біздің бақылайтын клеткаларымыз бұл нейтрофилдер. Нейтрофилдер қажетті деңгейде өсіп шығу керек. Одан кейін лейкоциттер, одан кейін тромбоциттер. Міне осы 3 жасушаға қарап, олар бізде қалыпты деңгейден, біз критерий бар ғой, содан асса, біз айтамыз, міне приживление болды. Плюс 18-ші күн мысалы. Ол плюс 18-ші күн деген қай күн? Жаңағы трансплантация жасалған күннен бастап, плюс 1, плюс 2, плюс 3 деп есептеліп кетеді. Плюс 18-ші күн, плюс 21-ші күні приживление болды дейміз. Сіңіп кетті. Сіңді. Енді бұл өзі процедураның өзі қиын емес. Қиыны оның асқынулары. Сіңбей қалған жағдайда да? Сіңбей қалса, не приживление жоқ деген сөз. Ол кезде біз оның сүйек кемігін түгел жойып жібердік қой. Ал анау донордікі сіңбей қалды.
ол өте қатерлі асқыну, ол өлім жітімге әкелетін асқыну. Сондықтан риск Кейде үлкен жаңағы сіңуін сіңеді, сосын кейін қандай да бір жағдайлардан бізге беймәлім кетіп қалады дін жасушалар. Оны отторжение деп айтамыз. Сондайда өте ауыр асқыну бар. Одан кейін жаңағы 2-3 апта өзінің иммунитеті жоқ, дін жасушалар әлі сіңген жоқ, 2-3 апта науқаста иммунитет болмайды ешқандай. Сол кезде жаңағы стерилді таза палатада орналасу керек. Осы жерде инфекциямен ауырып қалу мүмкін әртүрлі. Деген сияқты біраз асқынулары бар. Сондықтан мысалы кейбір науқастарға шетелде жасайды ғой трансплантацияны. Елімізге келгесін оны әрі қарай біз бақылаймыз, жаңағы асқынуларын емдейміз. Түсінікті. Аягүл ханым, есіме түсіп отыр да. Біз кішкентай кезімізде енді кеңес үкіметі кезінде үндінің киноларын көретін едік қой. Сонда жаңағы сіз айтып отырған аққан, лейкемияға шалдыққан балалар немесе ересектердің диагнозын естігенде бұл жазылмайтын ауру екен деп жылап, сол кейіпкерлермен бірге қайғырып отыратын едік. Ал қазір енді медицинаның дамуымен қазір бүгінгі жағдайда 80%, 85% жағдайда балалар жазылып шығу мүмкіндігі бар, иә? Бұл диагностиканың, ғылымның дамуының әсерінен ғой. Әрине, қазіргі күні диагностикалық зерттеу әдістері дамып жатыр. Мысалы 20 жыл бұрын иммунофенотиптеу, жаңағы ашилия бойынша сәйкестікті анықтау, цитогенетикалық зерттеу әдістері деген өте маңызды, химеризмді анықтау деген сияқты анализдер болған жоқ. Мына бізде қан орталықтары дамыды ғой. Жаңа Шымкенттегі қайғылы жаңағы спид, ВИЧ-қа байланысты бізде қан орталықтары өте жақсы дамыды да. Міне соның көмек тоже бар. Қан орталығынсыз біз ол дін жасушаларды ала алмаймыз, ол дін жасушаларды сақтай алмаймыз. Міне ол жағын бізге олар көмектеседі. Қан орталығы. Яғни гематологтар қан орталығы бірігіп жасап отырған шара. Диагностиканың жақсаруы бір, екіншіден ғылым бір орында тұрған жоқ. Гематологияда жыл сайын жаңалықтар көп, диагноздар жаңадан шығып атады, түрлері анықталып атады. Мысалы 10 жыл бұрын қолданып жатқан классификация қазір өзгеше қолданылады. Емнің түрлері бұрын былай емделуші еді, қазір басқаша емделеді. Сондықтан бізде өмір бақи оқимыз, білім аламыз, шетелге барып деген сияқты. Қазіргі жас мамандар өте білімді. Олар біздікіндей жаңағы біздің кезіміздегідей қарапайым еммен басталған жоқ. Олардың білімі бірден жаңағы күрделі ем деңгейінде басталғансын. Олардың милары кішкене өзгеше қабылдайды ақпаратты. Және өте білімді дәрігерлер деп айтамын. Осындай ауыр диагнозбен келген науқастарға көмегін жасайды. Ересек адамдарда кішкене статистика өзгешелеу. Мысалы жедел лейкоз аққан ауру дейміз ғой, немесе қанның обыры деп атайды. Бұл ауруда әлемнің барлығында сондай статистика. Егер сүйек кемігін трансплантациясын жасамаса жаңағы ауыр түрлерінде 5 жылдық өмір сүру ұзақтығы 10%-ға да жетпейді. Ал трансплантация жасалған науқастарда 5 жылдық өмір сүру ұзақтығы 53-55%-ды құрайды. Тек 5 жылға ғана жарайды. Негізі онкологияда 5 жылдық статистикамен жүргізіледі. 5 жыл, 10 жыл солай кете береді. Мен 5 жылдық статистиканы айтып отырмын. 53% деген өте жоғары көрсеткіш болып есептеледі бүгінгі күні әлемде. Біздегі орталықта осы статистикамен сәйкес келіп отыр бүгінгі күні. Аягүл Маратқызы, енді кез келген адам жаңағы дін жасушаларын беретін донор бола ала ма? Қарсы көрсеткіштер бар ма? Кімдер бола алмайды? 18 бен 45 жас аралығындағы 45-тен аспау керек, дені сау, туберкулез, рак, жаңағы тағы басқа ВИЧ, гепатит аурулары жоқ. Жүрек жеткіліксіздігі, тыныс алу жеткіліксіздігі деген сияқты аурулары жоқ. Диабет те жарамайды. Ондай науқастар, солардан сау адамдар, кез келген адам донор болады. Созылмалы ауру жоқ адамдар, Олар жаңа қан орталығына барып, мен сүйек кемігінің доноры болғым келеді десе, ол кісілерден бірінші 9 мл қан алады пробиркамен. Болды.
болды. Сосын соның ашилиясын тексереді, сосын кейін жаңағы тізімге кіргізіп қояды. Қажет жағдайда ғана шақырып алады, Иә, ол сіз міндетті түрде донор боласыз деген сөз емес. Өйткені сіздің ашилияңыз сәйкес келетін науқас болмауы мүмкін. Және егер де мысалы қажет болып жатса, онда қан орталығынан хабарласады. Сосын кейін сізді сол науқас жатқан стационарға жатқызады. Дайындау керек шығар, енді адамды. Және толық зерттеу әдісін жасайды. Толық зерттеу жасаған кезде барлығы сәйкес келіп, сау болып, мысалы кейбір ұсақ түйек аурулар болса, олар ештеңе етпейді, танзелит деген сияқты оларды емдеп, сосын кейін дін жасушаларын алады. Дін жасушаларын алудың негізі 3 түрі бар. Біріншісі кіндік қанынан деп айтамыз. Кіндік қанынан жаңағы әйел адам босанғанда. Бұл түр бізде Қазақстанда қолданылмайды. Енді босанып жатқан әйел. Да, иә. Оны қолданылмайтын себебі ол жердегі дін жасушалардың саны жеткіліксіз аз. Екінші түрі ол миелоэксфузия деп айтады. Жаңағы сүйек кемігінен непосредственно жамбас сүйектен сорып алады. Оны кәдімгідей операция сияқты жасалады, наркозбен, донор операцияда блокта жатады, солай жасалады. Бұл өте сирек жасалатын әдіс. Ол тек жаңағы пластикалық анемия деген сияқты кейбір түрлерінде ғана қолданылады. Сирек кездеседі. Сирек қолданамыз. Бұрын көбінесе соны қолданатынбыз, бұдан 6-7 жыл бұрын. Қазір 3-ші түріне көштік, шеткері қаннан алатын түрі. Яғни донор қан орталығына барады, стационардан кәдімгідей машинемен қан орталығына таңертең 8-де жібереміз. Қан орталығындағы мамандар бар, осымен шұғылданатын. Ол кәдімгідей кушеткада жатады, қан тапсырып атқан сияқты, донация сияқты. Телевизоры бар, соған қарап немесе қасындағы мамандармен әңгімелесіп жатады. Мына жақ венадан қан аппаратқа барады арнайы, системамен аппаратта айналдырып, дін жасушалары іріктелініп алынады, қалған қаны өзіне былай құйылып береді. И осылайша ол 4-5 сағат жатады. Қажетті дін жасушалар жинағанға дейін солай жатады. Ол есептеліп жатады. Мысалы, жаңағы аллоген трансплантация алу жасау үшін 2 миллионнан кем емес жасуша жиналу керек. Солай қажет деңгейге келгенсін болды, донор тоқтатылады. Неге стационарға жеткізіледі, оның жағдайын 1 күн, 2 күн бақылайды, сосын кейін шығарады. Ол донорға бір жағдай бар, ол жаңағы дін жасушалар сүйек кемігінде, сол қанға шығу үшін дәрі беріледі. Ол дәрі қабылдаған кезде гриппен ауырып тұрған сияқты сезім болады. Және сүйек, жамбас сүйек ауырсыну мүмкін. Өйткені сүйек кемігіндегі дін жасуша қанға шығу керек. Міне осындай ауырсыну 1-2 күн болады. Міне осындай жағдай кейбір адамдарда болады, кейбір донорларда болмайды. Осындай ғана бір кері жағдайы бар, ал басқа ешқандай кері әсері болмайды. Науқастың жаңағы дін жасушалары донорда бір аптаның деңгейінде толық қалпына келеді. Болды. То есть донорға ешқандай кері әсер жоқ деген сөз. Болды. Ол кісі кетеді, стационардан шығарылады. Ал оның дін жасушалары алған күні науқас адамға реципиентке құйылады. Аягүл Маратқызы, енді біз ішімізде қандай процесс жүріп жатқанын білмейміз. Қанымыз қою ма, сұйық па, оны да білмей жатады. Қан көтерілген кезде, қан қысымы немесе түскен кезде барып, анализ тапсырған кезде барып айтып жатамыз. Жалпы адамның ішкі ағзасында қан айналым жүйесі, қанның құрамы дұрыс болу үшін ең бірінші маңызды ол тамақтану, сосын бізде сүйек кемігіндегі қан жасушалары өзінің өмірін сүріп жатады. Олар жаңа сыртқы ортаның әсеріне өте тәуелді болады. Тамақтанғанда ет қабылдау керек, ет жеу керек. Қызыл ет. Қызыл ет кәдімгі, бауыр жеу керек. Өйткені етте
темір бар. Темір бізде гемоглобиннің синтезіне қатысады. Бауырда темір бар, B12 витамині бар, фолий қышқылы бар. Олар эритроциттің синтезіне қатысады деген сияқты. Яғни ет, бауыр жейміз. Одан кейін кәдімгі көкөністер, алма, граната, шпинат дейміз, қазақшасын білмеймін. Міне осыларды қабылдағанда өте маңызды. Уақытында ұйықтау бұл ақпаратта маңызды. Мен өзім бұрын ойлайтынмын, 3-4 сағат ұйықтасақ жетеді. Мына өміріміздің 3/4 неге ұйқымен өткіземіз деп келіскім келмейді. Кейін енді өзімнің көзім жетті, олай жасауға болмайды. Мүмкіндігінше 7-8 сағат ұйықтаған дұрыс, минимум 6 сағат ұйықтаған дұрыс. Адам ересек жасқа келген сайын ұйқысы онсыз да азаяды. Сондықтан уақытында хотя бы 11-де жатып, таңертең 6-7-де тұрған өте дұрыс деп есептеймін. Және тағы бір айтатын, ол спортпен шұғылдану. Қимыл қозғалыс. Міндетті түрде бұл керек зат. Өйткені жас кезде байқалмайды. Жас кезде энергияң толып тұр, бұлшық еттерің бәрі жаңағы нығыз, терінің тургыры бәрі сақталған, эластикалық қасиеті бәрі жақсы, ештеңе байқалмайды. Жас өте келе, мысалы жүгіргенде немесе қарапайым жаңағы жаттығулар жасағанның өзінде шаршап қалады, өйткені бұлшық ет оған бейімделмеген. Сондықтан кәдімгі әлгі Совет одағынан бері келе жатқан ақпарат, күніне 15-20 минут жаттығу бұл өте маңызды. Начинаем утреннюю зарядку деп радиодан тыңдаушы едік қой. Міне ол өте маңызды. Бассейн керемет. Аптасына бір 2 рет болсын, 3 рет болсын бассейнге барып келіп отырса, немесе сондай бір, немесе тегін жаяу жүрудің өзіне ерініп қаламыз. Иә. Қазір дегенің, ой, машина неге паркингтен мінесің ғой үйден. 2-3 қадам лифтқа барамыз болды. Иә. Біздің өмір сүру салтымыз жеңілдеген сайын біз денсаулығымызды нашарлатып жатырмыз. Бұрын мысалы күнмен бірге оянып, күн батқанда ұйықтайтын едік. Одан кейін жарық, свет келді. Қаланың бәрін жарықтандырдық. Терезеден жарық түсіп тұрады. Ұйықтаған кезде мелатонин бөлінбей жатыр деп дәрігерлер осындай қызықты және пайдалы ақпараттармен бөлісіп жатыр. Біздің көрермендерге денің сау болу үшін, қанның обырына шалдықпау үшін сізден бір ең тиімді кеңестер болса. Мен жаңа донорлықты айтып отқанда бір ақпаратты айтам деп. Есіңізге сақтап. Айтыңыз. Енді түсіп жатыр. Не ғой, бізде Қазақстандағы донорлардан таба алмаса, онда келесі бізде Ресей, Қазақстан банкі бар. Сол жерден қараймыз. Ол жерде бүгінгі күні 140 мыңдай донор бар. Сол донорлардың ішінен 2 донор анықтадық. Кімдер дейсіз бе? Қазақтар ма? Қазақтарға, жоқ, қазақтар емес, қалмақтар. Буряттар ма деп ойлайын деп. Бурят, қалмақтар, міне солардың ашиласы сәйкес келеді. Сондықтан көрдіңіздер ме, қазақтарға, мысалы бізде славян ұлты болса, оларға жаңағы Ресей банкінен донор табу оңайлау. Оларда шанс көп. Қазақтарға міне көрдіңіздер ме, міне сондай ұлттардан тапқан біздің өзімізге қызық болды. Сондықтан біздің ал егерде ол банктен таппасақ, біз уже халықаралық банктерге шығамыз. Ол жерде бүгінгі күні 12 миллиондай донор тұр. Венгрлер мүмкін сәйкес келеді. О жақтан да сәйкес келетін донорлар бар. Мысалы, бізде бір трансплантация жасады, Германиядан келді донор. Науқас қазақ болды.
яғни ашылия бойынша жаңағы генетикалық ақпарат өте қызықты тексере келсе. Соғыс кезінде аталары сол жақта қалды ма екен деп. Білмеймін, о жағын айта алмаймын. Сондықтан бізге әрине қазақ донорлар көбірек керек, өйткені науқастар бізде енді қазақ ұлты көп қой. Басымырақ, иә. Басым. Сондықтан науқастардың да саны қазақтардың басым. Сондықтан оларға осы ашылия бойынша сәйкес келетін донорлар керегірек. Сондықтан менің тілегім, донор боламын, халқыма көмектескім келеді, сондай патриоттық сезім бар азаматтарымыз, азаматшаларымыз болса, қан орталығына барып, осындай өздеріңіздің қай қалада тұрасыз, сол жердегі қан орталығына барып, тілектеріңізді айтсаңыздар, но көбінесе бізде осы Астана қаласы бұнымен Сүйек шұғылданады. кемігінің доноры деп айтуды ұмытпауымыз керек. Да, сүйек кемігінің доноры бұл. Және жаңағы қанның ауруларымен ауырмас үшін ондай сіз үйтпеңіз, сіз бүйтпеңіз деп айтатын ондай қажетті нақты ақпарат, жаңағы іс-шара айта алмаймыз. Сол салауатты өмір салты, зиянды заттарды қолданбау деген өзіңіздің өміріңізді артық салмақ болмау, спортпен шұғылдану, дұрыс тамақтану, уақытында ұйықтау, позитивті болу, жан-жағыңызға жанашыр болып, көмектесіп жүру, міне осындай менің тілегім. Жақсы, Аягүл Маратқызы, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Сіздің бұл сұхбатыңыз бір адамның, екі адамның, 100 адамның жаңағы донор болуға ойын оятса, біз қуаныштымыз. Сондықтан қан орталығына өзіңіздің жергілікті жеріңізге барып, сүйек кемігі донор болғым келеді деп айтсаңыз, қалған процедуралардың барлығын дәрігерлер, сол жердегі медқызметкерлер түсіндіретін болады. Бүгінше осы денсаулық каналына тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар, ауырмаңыздар.